Солтүстік Қазақстан облысының полиция музейі осыдан 30 жыл бұрын 1989 жылы басшылық пен ардагерлер кеңесінің бастамасымен құрылған. Республиканың тәуелсіздік дәуірінің басталуымен ол 2 рет тұрғылықты жері мен келбетін өзгертті. 2012 жылғы 20 маусымда Қазақстан полициясының 20 жылдығы қарсаңында Солтүстік Қазақстандық полициясының жаңартылған және кеңейтілген 3-ші музейі ашылды. Аумағы 300 шаршы метрді құрады. Бүгінгі таңда 4 залдан тұрады: кинотеатр, жұмыс кабинеті, сақтау қоры және шешінетін бөлме. Ғимаратқа бөлек есіктен кіруге болады. Музей экспозициясының кезеңі 18 ғасырдан басталады. Алғашқы полиция қызметкерлері 180 жыл бұрын Петропавл көшелерінде пайда болды. Музейдің бірінші залы 1930-90 жылдары полицияға қызмет еткен құрал жабдықтар жиынтығы. Жазу машинкалары, телефондар, алғашқы компьютерлер мен ноутбуктер орналасқан витринамен безендірілген. Өз міндеттерін және беріле атқарған біздің облыстың құрметті полиция ардагерлеріне арналған экспозициялар жас полицейлер үшін үлкен тәрбиелік мәні бар. Ордендер мен медальдар, дипломдар мен төсбелгілер полицейлердің көп жылдық еңбектерін растайды. Олардың еңбектері бүгінгі жас қызметкерлер үшін құрмет пен ерліктің үлгісі болып қала бермек. Бұл музейде өткен ғасырдың 1918-30 жылдары құрылған полиция қызметінің тарихы көрсетілген. Милиция кадрларын нығайту жұмыстары әрқашан алдыңғы орында болды. Экспозицияға Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер басқармасының үздік жеке құрамы кіреді. 1918 жылы паспорт қызметі құрылды. Онда негізінен әйелдер жұмыс істеді. Сөреде солардың ішіндегі ең жақсылары сол кездегі төлқұжаттар мен құжаттар үлгілері орналасқан. 1925 жылы 8 сәуірде Динамо Петропавлдық спорттық қоғамы бекітілді. Экспозицияда полицияның алғашқы спорттағы жетістіктері, алғашқы Динамо стадионын көруге болады. Медициналық қызмет Петропавл қаласының полиция бөлімінде қайырымды медбикесі лауазымынан басталады. 1936 жылы медициналық санитарлық бөлімші, ал 53 жылы Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер басқармасының медициналық қызметі ашылды. Жеке витрина облыстық мемавтоинспекция тарихына арналған. 1951 жылы ИШ-49 мотоциклі біздің жол полициясының алғашқы қозғалыс құралы. Москвич маркасындағы алғашқы жеңіл автомобильдер ГАИ аймағында 1956 жылы пайда болды. Манекендерде өткен ғасырдың 40-шы, 50-шы, 60-шы және 90-шы жылдарындағы нысанды киімдердің үлгілері көрсетілген. Экспозициялардың арасында КСРО Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы ішкі істер министрлігінің ең үздік учаскелік инспекторы атағына ие болғандар, учаскелік отбасылық әулеттер көрсетілген. Тұрмыстық заттардың бұрышы экскурсияға келгендерді ерекше қызықтырады. Мұнда 1800 жылдардағы полицияның летучая мышь шамы, керогаз, примустар, самауыр мен сол жерде қосып музыка тыңдауға болатын патефон қойылған. Музейдің бірінші залы бойынша экскурсия республиканың басты милиция қызметкерлеріне 1920 жылдан 91 жылға дейін Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық комиссарларына, ішкі істер министрлеріне арналған стендпен аяқталады. Музейдің екінші залы облыстық ішкі істер органдары қызметкерлерінің ерлігіне арналған әскери даңқ залы. КСРО Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы ішкі істер министрлігінің құрметті қызметкерлері деген жоғары атаққа ие болған басты полиция қызметкерлері туралы стенд ашады. Қылмыстық іздестіру қызметінің құрылу тарихы мен жұмысының тарихы музей витриналарында әртүрлі жолдармен көрсетілген. Мұнда қылмыскерлер мен құқық бұзушылардан алынған қарулар мұқият сақталған. Екінші залдың көп бөлігін Ұлы Отан соғысына арналған экспозициялар алады. Соғыстың алғашқы жылы біздің облыстың 217 милиция қызметкері майданға өз еркімен аттанған. Соғыстан кейін 560 майдангер милицияға қызметке келді. Әскери гимнастеркалар, фляшкалар мен қасықтар, каска және құтылар, снарядтар, танкке қарсы миналар, пулеметтер, мылтықтар, карабиндер, ордендер мен медальдар. Мұның бәрі экскурсияға келгендердің назарын аударып, бейжай қалдырмай олардың жан дүниелері мен жүректеріне әсер етеді. Жеке экспозиция Кеңес одағының батыр атағымен майданнан оралған жерлесіміз милиция подполковнигі Чижиков Малышевке арналған. Соғыстан кейін олар Солтүстік Қазақстан облысының милициясында жұмыс істеді. Майдангерлердің құрметіне музейде бірнеше минуттық үнсіздік өтетін
күнін мәңгілік алауға ұқсас етіп жасалған диорама, сондай-ақ Ұлы Отан соғысының ордендері мен медальдарының стенді, отанын батылдықпен және батырлықпен қорғаған полиция қызметкерлерін еске алу тақтасы қойылған. Экскурсияға келгендерді бұрынғы интернационалист жауынгерлерге арналған экспозиция қызықтырады. Сөрелерде құжаттар мен наградалардың түпнұсқалары, заттар, болашақ ішкі істер органдары қызметкерлерінің қиын әскери қызмет атқарған ауған шатқалдарында түскен фотосуреттері орналасқан. Отставкадағы полиция подполковниктері Юрий Балашов пен Давид Шнайдердің қызыл жұлдыз ордендері жастарға әскери борышын қалай орындау керектігін анық үйретуде. Қызметтік міндеттерін орындау кезінде қайтыс болған қызметкерлерді еске алуға арналған бөлімнің орны біздің мұражайымызда ерекше және ерекше тәрбиелік мәні бар. Олар әрдайым жас қызметкерлер үшін батылдық, шыдамдылық пен батырлықтың үлгісі болып қала бермек. Милиция сержанты Юрий Медведев пен милиция старшинасы Василий Малышевтің есімдері бұдан 50 жыл бұрын Петропавл қаласы мен Явленка ауылындағы көшелерге берілді. Қатардағы милиционер Ғазиз Есімовтің есімі облыстық полиция департаменті ғимаратының жанындағы жас офицерлер аллеясына берілді. Қайтыс болған қызметкерлердің ішкі істер органдары ардагерлерінің жолын балалары мен немерелері бүгінгі таңда жалғастыруда. Сөрелердің бірінде әртүрлі жылдардағы отбасылық милиция әулеттері туралы экспозициялар орналастырылған. Музейдің 3-ші залы бүгінгі тәуелсіз Қазақстан дәуірінің құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне арналған. Оны Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген құрметті қызметкері атағына ие болған облыстың басты полицейлері туралы стенд ашады. Мемлекеттік рәміздер, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлері, мемлекеттік наградалардың үлгілері, мұның бәрі музейдің витриналарында берілген. Полиция мамандығының ерлігі антқа адал болып, қылмыскерлермен күресті қайтыс болған қызметкерлер туралы экспозициямен арасталады. Сөрелерде нысанды киімдер, жеке заттар, наградалар, құжаттар. Музейіміздегі ерлігі үшін ордені бұл үлкен марапат полиция майоры Алексей Щербаковқа берілген. Милиция капитаны Анатолий Добрынин мен милиция аға сержанты Сергей Васильченконың есімдері бүгінде батырлар туып өскен олардың шағын отандарындағы көшелерге берілген. Криминалдық полиция басқармасы, жедел криминалистикалық басқармасы, тергеу және анықтау бөліністері, бөлек қалалық бөліністің қызметі кеңінен көрсетілген. Есірткіге қарсы күрес қызметін жүргізетін полицейлердің қызметі туралы экспозиция көрермендердің назарын ерекше аударады. Есірткінің түрлері, психотроптық заттарды анықтауға арналған арнайы құралдар жиынтығы, 4 аяқты көмекшілердің фотосуреттері. Мұның бәрін витринадан көруге болады. Жанында кинологиялы орталықта 5 жыл жұмыс істеген және 30-дан астам қылмыстың бетін ашқан Рекс атты ит қойылған. Манекенде жаттықтыру костюмы, оның көмегімен олар иттерді қылмыскерлерді қалай дұрыс ұстау керектігін үйретеді. Қазіргі жергілікті полиция қызметі басқармасы үлкен құрылымдық өзгерістерге ұшырады. Бұл музейде көрініс тапты. 2019 жылдың қорытындысы бойынша үздік маман деп танылған алғашқы әйел полиция полковнигі Сәуле Андакулованың кешені штаб жұмысына арналған экспозиция орталықта орналасқан. Петропавл полициясының жедел басқару орталығы 2008 жылдың 25 қаңтарында ашылды. Оның қарамағында 410 камера бар. Олардың көмегімен тек 2019 жылы 138 қылмыс ашылып, 13.960 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Кәсіби мерекелерге орай өткізілген іс-шаралар және 2015 жылы құрылған мәдени орталықтың қызметі музейде кеңінен көрсетілген. Полиция департаментінің вокалдық тобы бірнеше рет республикалық байқаулардың жеңімпазы атанды. 4-ші залда Солтүстік Қазақстанның Динамо спорт қоғамының тәрбиеленушісі, олимпиада чемпионы полиция полковнигі Александр Винокуровқа арналған витрина көрсетілген. 2012 жылы әлем чемпионы, жазғы Азия ойындарының 3 дүркін чемпионы полицияға лейтенанты Алексей Луценко оның ізімен келе жатыр. 4-ші залдың басым бөлігін 13 аудандық полиция бөлімінің қызметі туралы экспозициялар алады. Залдың ортасында көші-қон қызметі, ақпараттық аналитикалық орталық және мамандандырылған күзет қызметі басқармасының тарихы көрсетіледі. Департаментте мемлекеттік тілді оқыту жоғары деңгейде өткізіледі. Өткізіліп жатқан барлық облыстық және республикалық жарыстарда біздің команда жүлделі орындарға ие болып жүр. Кубоктар, дипломдар, сертификаттар
сертификаттар, мұның бәрі музей сөресінде мұқият сақталған. Халықаралық кездесулер, жиналыстар, бейне көпірлер Ресейдің шекаралас аймақтарындағы әріптестермен облыстық полиция департаментінің үйлестіру топтарының отырыстары дәстүрге айналды. 1970 жылдан 2000 жылға дейін Солтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер басқармасында 3 бастық милиция генерал-майоры жоғары атағын алды. Гребен Иван Спиридонович, Баранов Михаил Иванович, Килмашкин Николай Федорович. Олардың бай кешендерін, бірыңғай нысанды киімдерін орталық витринадан көруге болады. Ал Қарсыда 1936 жылы құрылған күннен бастап бүгінгі күнге дейін облыстың ішкі істер органдарының барлық бастықтары көрсетілген көрме бар. Орталықта Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы ішкі істер министрлігі 1963 жылы Солтүстік Қазақстан облысы милиция гарнизонына және 1972 жылы Петропавл қаласына қылмыспен күресте жоғары нәтиже көрсеткен үшін ерліктің, құрмет пен даңқтың белгісі ретінде ұсынылған әсем, әдемі ту орналасқан. Ардагерлер кеңесі 1987 жылдан бері жұмыс істейді. Ол лайықты демалыста жүргендер, соғысқа қатынасқандарды, жесірлер мен науқас зейнеткерлерді назардан тыс қалдырмай, ауқымды жұмыстар жүргізеді. Музейге ризашылық білдірген қонақтардың, құрметті қонақтардың және экскурсияға келгендердің сыйлықтары мен кәдесыйлары ойылған сөрелер біздің мұражайдың бүгінде қандай құрметке ие екендігін айқын дәлелдейді. Пікірлер кітабында олар өздерінің ең жылы және ізгі тілектерін экскурсия барысында көргендері мен естігендерге сезімдерін білдіріп, қолтаңба қалдырады. Экскурсияға келген қонақтар осы музей кинозалында көрген білгендерін естуге және көруге мүмкіндік алады. Департамент қызметі атышулы ауыр қылмыс туралы, қайтыс болған қызметкерлер мен Ұлы Отан соғысының ардагерлерін мәңгі есте сақтау үшін бейне материал жинақтадық. 2015 жылға 6 мамырда жеңіс күнінің 70 жылдығы қарсаңында республикада тұңғыш рет музейге қару-жарақ бөлмесі ашылды. Мұнда атыс қаруларының, травматикалық және газ қаруларының түрлері жинақталған. 30 жыл ішінде музейде 3000-ға жуық экскурсия өткізілді. 45 мыңнан астам адам болды. Егер олардың әрқайсысы полицейдің еңбегінің бағалауын біршама жүрегімен қабылдаған болса, онда бұл ішкі істер органдарының беделін көтеруге, заңдылық пен тәртіпті нығайтуға арналған бірден бір жолы деп білеміз. Маған бұл музей қатты ұнады және мен бұл музейде алғаш ретпін. Музей біздің қаламыздағы ең ірі музейлердің бірі болып саналады. Полиция департаментіне бірінші рет келіп тұрмыз. Осы жерден біз көпті білдік. Осы мұражайға әрі қарай көп экспонаттар жиналып, әлі қарқындап дамуына тілектеспіз. В этом музее я первый раз, и мне он очень понравился. Мне понравились многие экспонаты. Больше всего мне понравились каски, фляжки эти. Старые, и очень интересно, конечно, смотреть, какие были раньше оборудования, что было вообще раньше, какая раньше была форма, одежда. В этом музее я понял многое, что раньше было все трудно. Маған осы мұражай өте қатты ұнады. Мұнда өте көп қару-жарақтар бар, тағы да киімдер бар. Мен осы мұражайға тағы да келем.